1 наурыз алғыс айту күні. Жалпы айтсақ, алғыс адамның адамға жасаған жақсылығы, көмегі, көңілі үшін ризашылық білдіруі, сондай-ақ оның ойы мен іс-әрекетіне, жасаған істеріне жоғары баға беруі. 1 наурыз алғыс айту күні еліміздің президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен жарияланғанын және алғыс кімге, не үшін айтылатынын айқындау мақсатын көздеді. Оқушылар ата-анаға мәпелеп асыраған үшін, мұғалімге білім тәрбие берген үшін, отан соғысы ардагерлеріне жеңіс үшін, жалпы кез келген жақсылық пен көмекке алғыс айтылатыны туралы оқушылардың ойларын ортаға салайық. Ең алдымен жарық дүниеге әкелген аналарымызға ақ сүтін беріп аялап, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, бетімізден қақпай өсіргендері үшін мың алғыс. Әке асқар тау демекші, одан соң алғыс әкеме тірегім болып табылған. Тек жақсын табасың бойдағы қызыл қанымнан. Әкелерімізге мың алғыс, әкелеріміз аман болсын. Благодарю родителей Апашек, Аташек, близких, всех родных, Тенгри. Благодарю казахов и казашек, всех граждан Казахстана и земли. Армысыздар, құрметті ұстаздар. Біздің осындай дәрежеге жеткеніміз сіздердің еңбектеріңіздің арқасында. Сол үшін де оқушылардың атынан алғыс айтып басын деймін. Бұл отан соғысының ардагерлеріне алғыс білдіреміз. Өз өмірін, өз басын тәуекелге бел буып, қауіпке қарсы тұрған ұлы батырларымызға алғысымыз шексіз. Осылайша 1 наурыз алғыс айту күні еліміздегі адамдардың қарым-қатынасын жақсартады. Ал енді сөз аяғына келсек, сіздерге мың алғыс, мереке құтты болсын, назарларыңызға рахмет.